1999 жылы 19 маусымда Counter-Strike ойынының алғашқы бета нұсқасы жарық көрді. Ол Half-Life'ға мод ретінде басталып, киберспорт әлеміндегі ең танымал ойындардың біріне айналды. Мен Gus Medley Half-Life'ға мод жасауда университетте компьютер ғылымдарын оқып жүргенде бастаған. Менле ойынды жасауға аптасына 20-30 сағат жұмсаған. Ойындағы модельдерді жасауға 6-7 ай кеткен. Valve 2000 жылы мен және Jess Cliff'ті жұмысқа алған. Осылайша олар Counter-Strike ойынын жасап шығарды. жылы мен Valve'дан кетті, себебі ол ойынның екінші нұсқасын 10-15% ғана жасап, бітіре алмаған. Ойындағы бірнеше боттарға шын адамдардың есімі берілген. Мысалы, Steam'ді жасаған Gabe Newell'дің құрметіне Gabe деген бот бар. Dust 2 және Cobble карталарын жасаған Dave'тің есімінде ботқа берген. Эксперттік режимде мен және Cliff деген боттар да бар. Ойынның барлық нұсқаларындағы радиокомандалар мен диалогтарды ойынды жасаушылардың бірі Jess Cliff'тің даусымен жазған. Тек Global Offensive'те ғана әр фракцияның өз дыбыс актерлары бар. Counter-Strike Half-Life'тың моды болғандықтан ойында Half-Life'тағыдай басқарылатын көліктер болған. Алайда көліктер командалар арасындағы дұрыс бәсекеге кедергі келтіреді деп ойыннан алып тастаған. Valve CS-тің ешқандай нұсқасын жасамаған. Мысалы, CSGO-ды жасауды Hidden Path Entertainment компаниясына тапсырған. Counter-Strike атауы канадалық Counter-Strike сериалынан алынған, себебі Менле бұрындары осы сериалды жақсы көрген. Бастапқыда ойында тек тұтқындарды құтқару мүмкін болған, ал бомбаны залалсыздандыру кейін қосылған. Алғашқыда ойыншылар жарылғыш сатты картаның кез келген жеріне орнатылған, кейіннен оны өзгертіп арнайы екі орынды белгілеген. CSGO-дағы қаруларға скин жасайтын дизайнерлер көп қаражат табады. Мысалы, Caridium атты танымал дизайнер 2013-2017 жылдары скин жасаудан $680 000 тапқан. Ойында құстарды баспа деген белгі бар. Бұрындары ұшып бара жатқан құстардың үстіне шығып, қарсыласының позициясын көру мүмкін болған. Қатені жөндеген, бірақ белгі қалған. Достар, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.